Assalamu alaikum. Салықтар ондағы соңғы өзгерістер һәм жаңалықтар хақында таныстырып барушы Салық инфо информациялық бағдарламасы және эфирде. Құрметті бұқаралар, Өзбекстан Республикасы салық кодексінің 418 һәм 433 статьяларына муафиқ тұрақ жай, көшпес мүлк һәм жер участкаларына ие болған бұқаралар мал мүлк һәм жер салықтарын төлеушілер болып есептелінеді. Сондай-ақ осы кодекстің 423 һәм 440 статьяларына тикар мал мүлк һәм жер салықтарын төлеу міндет етіп, тең үлесте 15 апрель һәм 15 октябрьге шейін бөліп төлеу белгіленген. Осы тәртіпке тикар 2025 жылға есептелінген салықтардың 50%-ның төлеу міндеті 15 апрель болып есептелінеді. Төлеу міндетінде төленбеген жағдайда кешіктірілген әрбір күн үшін қосымша пеня есептелінеді. Сондай-ақ мал мүлк һәм жер салығы бойынша салық қарыздарлығы сот органдары арқылы мәжбүри өндірілетіндігі хақында ескертеміз. Құрметті бұқаралар, сіздің төлеген әрбір салығыңыз мемлекетіміздің социалдық-экономикалық рауаждануына, кем тәмінленген шаңырақларға жәрдем көрсету, қала берсе келешегіміз болған перзентлеріміздің бейпыл білім алуына сарпланады. Солай екен, мал мүлк һәм жер салықтарын төлеуге асығың.